Сәлем, достар, бүгін сізбен бірге біз сұлулықтың, нәзіктіктің, махаббат пен емнің символына айналған ерекше өсімдік раушан гүлі туралы тереңірек әңгімелесеміз. Бұл гүл жай ғана көз тартатын өсімдік емес. Оның артында мыңдаған жылдық тарих, ғажайып пайдалар, ерекше қасиеттер мен адам баласымен қатар өрілген мәдениет жатыр. Онда жайғасып отырыңыз, бұл саяхат сізге шабыт сыйлап қана қоймай, өміріңізге сәл де болса сұлулық пен тыныштық әкеледі. Раушан гүлі латынша роса деп аталады. Ғалымдардың пікірінше, бұл гүл алғаш Азия құрлығында, дәлірек айтсақ, қазіргі Иран, Ауғанстан, Пәкістан аумағында шыққан. Тарихшылар оның 5000 жыл бұрынғы өркениеттерде қолданылғанын дәлелдеген. Археологиялық қазбалардан табылған суреттер мен жазбаларда раушан гүлінің бейнесі ерекше орын алған. Мысалы, ежелгі Месопотамияда бұл гүл билеушілердің таңбасы ретінде қолданылған. Ал ежелгі Қытайда 600-ден астам кітап пен жазбада раушан гүлі туралы мәлімет бар. Парсыда ол рухани тазарудың, махаббаттың, тіпті емнің символы болған. Раушан майы тек хан сарайында ғана емес, қарапайым халықтың да тұрмысында кеңінен қолданылыпты. Ежелгі Грекия мен Римде бұл гүл махаббат құдайы Афродита мен Венераның символы болып есептелген. Аңыз бойынша Афродита теңіз көбігінен пайда болған сәтте, оның табанынан ақ раушан өсіп шыққан екен. Сол заманнан бастап раушан гүлінің сәндік, емдік және рухани құндылығы қатар қалыптасқан. Уақыт өте келе, раушан әлемнің түкпір-түкпіріне тарады. Бүгінде ол барлық құрлықтарда өседі. Әсіресе Түркия, Болгария, Үндістан, Франция және Марокко елдерінде бұл гүлдің арнайы плантациялары бар. Қазақстанда да раушан өсіруге қызығушылық артып келеді. Мысалы, Түркістан мен Кентау қалаларында сәндік мақсатта 10 мыңдаған түп раушан отырғызылып, қаланың көркін арттырып отыр. Раушан гүлінің түрі өте көп, қазіргі таңда 30 мыңнан астам сұрпы белгілі. Бұлардың ішінде жабайы түрлері де бар, мысалы, роса кәнені, яғни шиповник. Ол көбінесе емдік мақсатта қолданылады. Сәндік мақсатта роса дамасцена, дамаск раушаны, роса галлика, француз раушаны, роса сентифолия, голландиялық раушан секілді түрлер жиі кезеді. Бұл гүлдің ерекшелігі тек сыртқы сұлулығында емес. Оның әр түсі өзінше бір мағына. Қызыл шынайы махаббат, ақ тазалық пен кінәсіздік, сары достық пен қуаныш, қара қоштасу немесе терең ой, көк арман, бірақ ол табиғи түрде кездеспейді. Көк раушан генетикалық зертханалардың жемісі. Раушанның иісі адам психологиясына ерекше әсер етеді. Ғалымдардың айтуынша, раушан иісін сезгенде адамның миында тыныштық пен бақытқа жауап беретін дофамин мен серотонин деңгейі көтеріледі екен. Яғни жай ғана гүл иісі күйзеліс пен шаршаудан арылуға көмектеседі. Оның құрамында өте құнды заттар бар. С витамині әсіресе шиповникте көп. Иммунитетті нығайтады. Эфир майлары гераниол, цитронеллол, нирол теріге, жүйке жүйесіне, қан айналымына пайдалы. Антиоксиданттар қартаю процесін баяулатады. Флавоноидтар ағзаны еркін радикалдардан қорғайды. Фенолдар мен таниндер микробтарға қарсы күреседі. Раушан майы әлемдегі ең қымбат майлардың қатарында. 1 литр май алу үшін 3000 келі гүл өңделеді. Сондықтан оның 1 миллилитрі ақ бірнеше мың теңге тұруы мүмкін. Ал енді оның нақты пайдасына келейік. Жүйке жүйесіне раушан майы мен шайы күйзелісті, мазасыздықты азайтады, ұйқыны жақсартады, иммунитетке шиповниктен дайындалған қайнатпа аурудың алдын алуға көмектеседі, асқазанға, қабынуға қарсы әсер береді, жүрекке қан қысымын реттейді, теріге бетті нәрлендіріп, безеуді азайтады, жараны жазуға көмектеседі, әйелдер денсаулығына гормоналдық теңгерімді ұстап тұруға көмектеседі. Раушанды қолдану жолдары өте көп. Шай ретінде кептірілген жапырағы мен жемісінен. Тамақта джем, шәрбат, раушан қосылған десерттер. Косметикада крем, тоник, маска, бальзам. Ароматерапияда эфир майы арқылы. Сәндік мақсатта бақшада, саябақта, үйде. Бүгінде әлемде арнайы раушан фестивальдары өтеді. Болгариядағы Қазанлық қаласында жыл сайын өтетін шарада мыңдаған адам гүл теріп, май өндіру процесін көрсетеді. Қызықты фактілерге де тоқтала кетейік.
Әлемдегі ең ұзақ өмір сүрген раушан бұтасы Германияның Хильдесхайм қаласында 1000 жылдан астам уақыт бойы өсіп тұр. Ең қымбат раушан. Британ бағбаны раушан болмайды. Олар жасанды будандастыру нәтижесі. Раушан жай ғана көз тартатын гүл емес. Бұл тарих, бұл дәстүр, бұл ем, бұл сұлулық. Егер сіз де сұлулықты бағалай білетін жан болсаңыз, үйіңізде немесе бақшаңызда раушан өсіріп көріңіз. Оның иісі мен әсемдігі сізге күнде жайлылық сыйлайды. Тек қолданарда мынаған мән беріңіз. Дәрілік мақсатта қолдансаңыз, химикатпен өңделмеген таза гүлді таңдаңыз. Косметика алсаңыз, құрамында Rosa damascena немесе Rosa centifolia деген белгі болсын. Ал шай мен шәрбаттарда табиғи кептірілген жапырақ қолданылғанына көз жеткізіңіз. Құрметті көрермен, осы видеода сіз раушан гүлі туралы ең маңызды, қызықты ақпараттарды білдіңіз. Сізге бұл видео пайдалы болды. Онда міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыз. Қай түсті раушан сізге жақын, қызыл, ақ, әлде сары пікірде бөлісіп отырыңыз. Және арнаға тіркеліп келесі видеоларымызды өткізіп алмаңыз. Біз алда тағы талай гүлдер мен табиғаттың тылсым сырын зерттейтін боламыз. Келесі кездескенше жүректеріңізде гүл ашып тұрсын.